Баршаңызға сәлем, есімім Назира. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай гүл манты жасаудың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте бір керемет дәмді тағам. Менімен бірге осы тағамды жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Бұл тағамды жасау үшін мен қызылшаны осылай үккіштен өткізіп алып, қызылшаның суын сығып аламын да, осы қызылшаның суына қамыр илейтін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Осылай қамырымды илеп аламын және целлофанға салып, бұл қамырды бөлек қойып қоямын. Сосын тағы да енді екінші қамырымды илейтін боламын. Оны кәдімгі суға, 150 мл суға жарты шай қасық тұз қосып, осылай қамырымды илеп алатын боламын. Және енді ішіндегі салмасын дайындаймын. Салмасына маған 1 келі фаршпен осындай үлкен бір 2 жуа қажет болды. Жуаны осылай майдалап турап, фаршқа қосып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, фаршымды араластырып, дайындап қоямын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді жаңағы дайындап алған қамырларымды жаямын. Ең бірінші жаңа қызылшаның суына илеген қамырды жайып аламын дайындап. Сосын екінші кезекте екінші қамырымды жаймай осылай домалақ ұзыншақ етіп, қызылшадан илеген қамырдың арасына салып, осылай кішкене бөліктерге бөліп жаятын боламын. Бүкіл осылай бөлген бөліктің бәрін осылай жайып шығамын. Осындай видеодағыдай жасасаңыз, сіздің тамағыңыз өте дәмді болып шығады. Енді жайып алған қамырымды осылай стаканның көмегімен домалақ етіп кесіп аламын. Осылай жасап көріңіз. Сіздің жасаған гүл мантыңыз қандай болып шықты, соны жазып қойсаңыз комментарий бөлімінде. Енді осылай арасына фаршты салып, гүлге ұқсатып, әдемілеп ораймын. Мінекей, дәл осылай істесеңіз, әдемі роза гүл ұқсап әдемі болып шығады. Дәл солай қалған қамырдың бәрін осылай жайып, бәрінен осындай гүл манты жасайтын боламын. Өте керемет әдемі болып шығады. Дастарханның сәнін келтіріп тұратын тағам. Міндетті түрде жасап көріңіз. Енді осылай астын майлап, мантываркаға салып, 45 минут пісіріп аламын. Мінекей, мен тамағым дайын болды. Өте керемет, дәмді, сочный, әдемі болып пісіп шықты. Осылай жасап көріңіз міндетті түрде. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Асыңыз дәмді болсын.